Бірінші бөлім. Алланың берген санаулы ғұмыры өмір. Кейбір ақындар өлеңдерінде өмірді ғажапқа балайды, бірақ барлық пендеге ғажап деп айта алмаймын. Қаншама жанның өміріндегі ешкімге айта алмаған сыры жұдырықтай жүрек түкпірінде тығылып жатыр. Дәл бүгін, бірнеше жыл өткен соң, сол бір сырымды осы парақша арқылы барша жанмен бөліскім келеді. Бәлкім, сабақ аларлықтай әңгіме болмас, дегенмен осы сырымды айтып жеңілдеп қаламын деген үмітпен жазып отырмын. Мен қаланың күн тимеген аппақ сүйкімді қызы болдым. Анам мен әкем өте байсалды, салмақты жандар. Үйде ұрыс-керіс, айқай-шу деген ешқашан болмайтын. Жастайымнан жоғары оқу оқымай, ерте тұрмысқа шығып кеттім. Ауылдық жерге, кішкентай ауылға келін болдым. Махаббаттың буымен, күйеумен лашықта тұрсам да риза едім. Күйеуім бір үйдің жалғыз баласы. Оның отбасы, яғни ата-енемнің үйінде күнде айқай-шу, ұрыс-керіс. Мен қорқып әрбір күнімді жылаумен өтіп жүрді. Өмірге 2 ұл бала және бір қыз дүниеге алып келдім. Бұл үйге келгелі өмірім айқай-шу, ұрыс-керіспен өтіп жатты. Үлкен ұлым 9 жас шамасында келгенде, мен 26 жаста едім. Күйеуім қалада жұмыс істейтін. Апта сайын келіп тұрады. Бірде енем қыдырып туған туысқандарын үйін аралап кетті. Үйде қайнатам және балаларым болды. Кешкі уақыт қайнатама кешкі тамағын беріп отырған кезім еді. Ана бөлмеде қызым ұйықтап жатқан. 2 ұлым тамақтарын ішіп алып далаға ойнап кетті. Атам тамағын ішіп отырған жерінен тұрып, менің жаныма келді де бір түрлі қылықтарды жасай бастады. Жалғасы бар.